Мемлекеттік тіл альянс арнасының көрермендері, облысымызда мемлекеттік тілді дамыту бойынша іс-шаралар тұрақты түрде өз жалғасын табуда. Осы орайда өткен аптада өткен іс-шаралардың ақпараттық шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласындағы тіл мәселесіне қатысты идеяларын іске асыру мақсатында мемлекеттік тіл халықты ұйыстыру құралы тақырыбында үкіметте алқалы онлайн отырыс өтті. Алқа отырысы латын әліпбиіне көшу, ұлттық бірегейлік және тілдік реформа және мемлекеттік тіл мәселелер және мүмкіндіктер атты 2 бөлім бойынша өткізілді. Аталған шараға республика бойынша басқарма басшылары, тіл ғалымдары мен тіл мамандары қатысып, өз пікірлерін ортаға салды. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде тіл үйренушілерге жағдай жасау және оларды оқыту мақсатында жыл сайын өтетін барлық санаттағы азаматтарға арналған тегін қазақ тілі курстарының алғашқы кезеңдері басталды. Курстың бағыты қазақ тілінде сөйлеу модельдерін қалыптастыру, тыңдаушылардың бойына қазақ тілінің коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру, күнделікті өмірде кездесетін қарапайым қарым-қатынас фразаларын қолдануды үйрету. Курстың соңында тыңдаушылар емтихан тапсырып сертификат алатын болады. Баспа беттері арқылы да қазақ тілін үйрету мақсатында облыстық «Звезда Крылтыша» газетінде кезекті «Изучаем казахский язык» айдары жарыққа шықты. Ал бұл газеттің электрондық нұсқасын да көруге болатынын естеріңізге саламыз. Облыстық халық радиосында латын әліпбиін насихаттау және тұрғындарды соңғы әліпби нұсқаларымен таныстырып отыру мақсатында Павлодар педагогикалық университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Әміренов Әділбек Дәуітбекұлы жуырда қазақ тіл әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі комиссия отырысында талқыланған жаңа қазақ әліпбидің соңғы нұсқасы туралы өз пікірмен бөлісті. Ертіс мәдениеті Instagram парақшасында мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту тақырыбында дәстүрлі онлайн сұхбат алаңында айтыскер ақын, тіл жанашыры және қоғам белсендісі Абзал Қабдыраш қонақта болды. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң талаптарының сақталуына мониторинг жүргізу тобы облысымыздың қалалары мен аудандарында да ұйымдастырылуда. Аталған шаралар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Тіл альянсы арнасымен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.